Сәлем достар, ағылшын тілі сабағы бастапқы деңгей 5-ші сабаққа қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі тақырып отбасы. Біз ең алдымен жаңа сөздерді үйренейік, кейін сөйлем құрастыратын боламыз. Ең бірінші бізде отбасы, ол family. Family. Келесі ата-ана. Parents. Parents. Келесі бізде ана. Mother немесе mom, mommy. Mother, mom, mommy. Келесі бізде әке. Father, dad, daddy. Father, dad, daddy. Келесі бізде ата, әже. Grandparents. Grandparents. Әже дегеніміз бізде grandmother немесе grandma. Ата дегеніміз бізде grandfather немесе grandpa. Келесі бізде, яғни егер сіздің қызыңыз болса daughter, ұлыңыз болса son. Daughter, son. Келесі бізде сіздің туған ағаңыз немесе ініңіз, туған әпкеңіз немесе сіңлі қарындасыңыз. Яғни ер балаға, яғни аға немесе ініге brother, қыз балаға sister. Brother, sister. Келесі бізде сіздің егер әпкеңіз немесе тәтеңіз болса aunt, және де көкеңіз немесе ағаңыз, яғни сіздің әкеңіз жағынан немесе анаңыз жағынан ол uncle, яғни aunt қыз балаға, uncle ер балаға. Келесі бізде ұл, яғни ұл емес бала. Жалпы егер бір бала деп айтқыңыз келсе a child, және де көп балалар болса children. Бір бала болса a child, көп балалар болса children. Және де біз енді тәуелді есімдіктерді өтейік. Жалпы ең біріншісі ол бізде my, менің, my. Сенің, сіздің, сіздердің, сіздің ол бізде your болады. Your, my, your. Қыз балаға оның деген бізде her, ер балаға оның деген his, біздің дегеніміз our, олардың дегеніміз their. Енді біз менің анам дейік. My mother. Оның інісі дейік. Оның інісі немесе ағасы. Ер балаға his brother. Ал қыз балаға оның інісі десек her brother. Ал жалпы біз енді сөйлем құрастырып үйренейік. Жалпы ағылшын тілінде сөйлем құрастырғанда ең алдымен бастауыш кетеді. Яғни кім не деген сұраққа жауап береді. Кейін бізде баяндауыш, кейін бізде тұрлаулы мүшелер, яғни кешіріңіз, тұрлаусыз мүшелер, яғни анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш, Жалпы енді мынадай мысал көрейік. Менің анам дәрігер болып табылады. Ол үшін бізде ең алдымен кім не деген сұраққа жауап беру үшін менің анам кім? Менің анам. Демек my mother. Кейін бізге етістік керек, яғни болады, табылады, ол бізде to be етістігі, демек is. My mother is, және де дәрігер a doctor. My mother is a doctor. Және де жалпы назар аударыңыздар бұл бір сәтке. Жалпы ағылшын тілінде мен айттым, егер жекеше түрде тұратын болса, саналатын зат есім, мысалы адам, алма, кітап, онда біз міндетті түрде артиклін қоямыз деп. Ал егер тәуелді етістікпен бірге тұратын болса, my mother, my sister, my brother, онда бізге артикль керек емес. My mother is a doctor. Менің анам дәрігер болып табылады. Және де кейбір адамдар шатасуы мүмкін, неге мына жерде а тұрған жоқ деп. Егер my mother сөзі болмаса, біз оны шиға алмастыра аламыз ғой, ол дәрігер, немесе my mother is a doctor. She is a doctor, немесе my mother is a doctor. Тағы бір мысал алып қарайық. Менің атам жақсы дейік. My grandfather is good. Келесі мысал, оның ағасының бойы ұзын дейік. Қыз балаға her brother is tall. Және де ер балаға оның әпкесі ақылды дейік. Her sister is smart. Ал сұрақ қойғанда оның әпкесі ақылды ма дегенде бізде to be етістігі алға шығады. Is her sister smart? Is his sister smart? Келесі біздің ата-анамыз дәрігер дейік. Our parents are doctors. Our parents are doctors. Оның ағасының жасы 25-те емес дейік. Қыз балаға. Her brother
емес дегенімізде қалай еді? Not. Демек, your brother is not 25 years old. Your brother is not 25 years old. Және де оның ағасы фермер емес дейік. Your brother isn't a farmer. Ал оның ағасы фермер ме деп сұрақ қою үшін is your brother a farmer? Is your brother a farmer? Және де біздің балаларымыз мейірімді дек. Мейірімді деген сөз ағылшынша kind. Демек, our children are kind. Есіңізде ме? Child деген жекеше түрі, бір бала a child, ал children көпше түрде. Яғни сіз children деген сөзге s жұрнағын жалғамайсыз, себебі children дегеніміз көпше түрде тұр. Our children are kind. Біздің балдарымыз мейірімді. Ал олардың балдары мейірімді десекші. Their children are kind. Жалпы сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Ал енді сабақты қорыту мақсатында әдеттегідей тест жұмысын орындайық. Қазір сізге экранның алдында тест шығады. Яғни ол қазақ тілінде берілген, сіз оны ағылшын тіліне аударуыңыз керек. Кейін 3 секундтан кейін дұрыс жауабы шығады. 1, 2, 3. Ең біріншісі ол менің әжем емес. Демек, she isn't my grandmother. Келесі, оның анасы 40-та ма? Is your mother 40 years old? Келесі, оның ата-анасы дәрігер. Your parents are doctors. Келесі, менің атам жақсы. My grandfather is good. My grandfather is good. Келесі, менің әпкем аспазшы емес. My sister isn't a cook. My sister isn't a cook. Егер сізде сұрақтар болса, видеоны тағы басынан бастап қараңыздар. Және де жаңа сөздерді жаттауды ұмытпаңыздар. Және де каналға жазылыңыздар. Келесі сабақта кездескенше, бай-бай!